Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге үш көбелек ертегісін назарларыңызға ұсынамыз. Күн шуақты алаңқайда апалы сіңілі үш көбелек тату-тәтті өмір сүріпті. Олардың біреуі ақ, екіншісі ақ жасыл, үшіншісі сапсар екен. Көбелектер гүлден гүлге қуана ұшып қонып, өмірлерін көңілді өткізіпті. Бірде қасыр-тұсыр етіп жаңбыр жауып кетеді. Көбелектердің қанаттары дымқылданып, қайда тығыларын білмей дал болады. Ал себелеп жауған жаңбыр тоқтар емес. Малмандай су болған көбелектер лалагүлге келіп, лалагүл, бізді жаңбырдан тасалшы деп өтінеді. Лалагүл жарайды, ақ көбелектің түсі маған ұқсайды екен, мені саяласын. Ал ақ жасыл сары көбелек басқа жерге тығылыңдар дейді. Мұны естіген ақ көбелек, менің әпкелерім су болып жүргенде, жалғыз өзім сенің саяңда қалай жайбарақат отырамын. Оларды да тасан ақыл алмасам, онда мен де отырмай қоямын деп ұшып кетеді. Үшеуі ұшып келеді. Жаңбырда қоятын түрі жоқ. Қараса, үлкен ақ жасыл гүл өсіп тұр екен. Ақ жасыл гүл, мүмкін болса, жаңбыр саябырлағанша біз сенің ығына тыла тұрсақ бола ма? Ақ жасыл көбелек маған ұқсайды, соны қалқама алайын. Ал ақ көбелек пен сары көбелек басқа орын іздесін дейді ақ жасыл гүл. Бұған ренжіген ақ жасыл көбелек, сен менің әпкелерімді қабылдағың келмесе, маған да көмектеспей-ақ қой, қонсақ бірге тонайық деп ұшып кетеді. Ақ жасыл көбелек қараса, алдарында үлкен сарғалдақ өсіп тұр. Олар гүл жанына ұшып келіп, «О, тамаша сарғалдақ, жаңбыр тоңғанша сені ықтай тұрсақ» деп өтініш жасайды. Жарайды, мен өзім түсте сары көбелекті жаңбырдан қорғай тұрайын. Басқаларын өзге жерге іздеңдер деп жауап қайырады. Жоқ, сен менің әпкелеріме көмек бере алмасаң, мен де сені паналамаймын дейді. Одан да су болғанын артық деп жауап қайырып ұшып кетеді. Көбелектердің бұл сөздерін бұлттың ар жағында тығылып тұрған күн естіп қалады. Күн көбелектердің өзара татулығына, ауызбіршілігіне қуанады. Оларға көмектесуге қарады. Күн бұлттарды ыдыратып жіберіп, аспанға жарқырап шыға келеді. Жылы шуақтары мен көбелектердің су болған қанаттарын кептіріп, алтындай сәулелерімен арқаларын сипайды. Қуанған көбелектер қанаттарын шаттана қағып, қайтадан көңілдене бастайды. Алаңқайдың көркін кіргізіп, әрі-бері ұша бастайды. Бірақ мұнан кейін олар ешқашан лалагүл, ақ жасыл гүл және сарғалдақ гүлдеріне қонбайтындай болыпты. Шын достар, тек қиындықта сыналады деген сөз осыдан қалса керек. Келесіде бұйра қыз ертегісін күтіңіздер.